Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге лаваштан жасалған бөректердің рецептісімен бөлісемін, және де екі түрлі қуыру әдісімен жасайтын боламын. Бізге қажетті заттардың барлығын толық описание бөліміне жазып кетемін. Алдымен бізге лаваш және сыр қажет болады. Лавашымызды пицца бөлген сияқты етіп, үшбұрышты теңдей бөліктерге барлығын бөліп шығамыз. Менен осы лаваштан 8 данасы шықты. Міне лавашымызды теңдей бөліктерге бөліп шықтым. Енді ортасына сырымызды ұзынша етіп турап салатын боламыз. Лавашымыздың ортасына өздеріңіздің қалғандарыңыз бойынша, мысалы картоп немесе ірімшік қосып салсаңыз да болады. Мен сырмен жасадым. Сырмен де ерекше дәмді шығады. Міне лавашымыздың ортасына сырымызды салып, жаймендеп орап шығамыз. Және де шетін сулап, лавашымызға жармастырамыз. Сонда біздің бөректеріміз жақсы қуырғанда да ыңғайлы болады. Осылай барлығын бірдей етіп жасап шығамыз. Барлық бөректерімді дайындап алдым. Енді табамызды отқа қойып, үстіне аздаған майымызды құйып, қыздырып аламыз да бөректерімізді қуыратын боламыз. Майымыз қызыды. Енді бөректерімізді жаймендеп салып, екі жағы қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Отым менде орташадан сәл жоғары отта тұр. Бөректеріміздің екінші қуыру әдісі бұл жұмыртқаға аунатып қуыру. Бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып, осылай аунатып алсақ, піскен кезде бөректеріңіздің сырты жұмсақ, дәмі ерекше болып шығады. Міне бөректерімізде қызарып, пісіп шықты. Енді оны майлықтың немесе қағаздың үстіне салып, осылай майын сорып алатын боламыз. Міне бұл біздің бірінші, яғни тек қана майға қуырылған бөректер. Сырты осындай қатпарлы, қытырлақ болып шығады. Ал бұл бізде жұмыртқаға аунап піскен бөректер. Сырты жып-жұмсақ, сырымыз осылай созылып, дәмі ерекше болып шығады. Егер сіздерге менің рецептім ұнап жатса, міндетті түрде жасап, төменге қай қуыру әдісі сіздерге ұнағаны жөнінде пікір қалдыра кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.